Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл облысы Тұрар Рысқұлов ауданы Құлан ауылы Құлан шағын орталықты мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Алипбаева Алия Абдельбаттанқызы. Ұлы даланың ұлы тұлғасы, ұлтымыздың мақтанышы Әбу Насыр Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдығына арналған арнауымды қабыл алыңыздар. Арқау болып есімі жырдан жырға, адамзатқа алып болып тұрған тұлға. Асыл ойды айтам деп адамдарға әлемнің ұстазы болып туған тұлға. Шын біліммен ғылымды азық еткен, шынайы бақыт жолын жазып өткен. Бағасы артық бабамның өлмейтінін дәлелдеп тұр емес пе ғасыр өткен. Осы челлендж эстафетамды қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Тасқанбаева Гаухартас Мелдебекқызына жолдаймын. Тасқанбаева Гаухартас Мелдебекқызы. Әлемнің екінші ұстазы атанған Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған ақынның өлеңдері мен нақыл сөздерінен үзінді айту эстафетасын әріптесім Алипбаева Алиядан зор құрметпен қабыл алдым. Әбу Насыр Әл-Фараби ұстаздың мінез-құлық нормасы былай болуы тиіс дейді. Біріншіден, мұғалім тым қатал болмауы керек, және ырыққа да көне бермеуі тиіс дейді. Мұғалімнің тым қатал болуы шәкірттерін өзіне қарсы қояды, ал ырыққа көне беруі мұғалімнің қадірін кетіреді. Берген білімі мен ғылымына шәкірттері селқос қарайды дейді. Олай болса, алдымыздағы шәкірттеріміздің рухы таза, ой өрісі кең болсын деп, осы эстафетаны әріптесім Нұрмағамбетова Мақпал Өтебайқызына жолдаймын. Есім Тасқанбаева Гаухартас Мелдебекқызынан челлендж эстафетаны қабыл алдым. Біздің бойымыздағы біткен қасиеттердің ішіндегі ең маңыздысы және ізгісі ол адамгершілік. Адамгершілік әр адамның кісілік қадірі. Адамның басына қонған бақыттың тұрақты болуы жақсы мінез құлыққа байланысты. Мінез бен ақыл жарасса, адамгершілік ұтады. Әбу Насыр Әл-Фараби. Әріптесім Қазақбаева Гүлзия әпкеге ұсынамын. Мен Қазақбаева Гүлзия Майкөтқызы, әріптесім Нұрмағамбетова Мақпал Өтебайқызынан Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойына арналған челлендж эстафетаны қабыл алып, әріптесім Жалғасбаева Мадина Берікқалиқызына жолдаймын. Бір күні әлдекім Әбу Насыр Әл-Фарабиге тамаша болып толыса піскен алманы көрсетіп, сауал қойыпты. Осы алманың бітім болмысындағы жақсы қасиетіне? Түсі ме, шырыны ма, дәмі ме, әлде бітімі ме? Сонда Әл-Фараби: бәрінен де оның ұрығы тамаша. Өйткені осы алманың өзі сол ұрықтан өсіп шыққан. Және одан бүкіл бақ пайда болды ғой, деп жауап берген екен. Осындай ғұламасы бар. Ұрпақтың болашағы қашанда жарқын. Әріптесім Қазақбаева Гүлзия Майкөтқызынан қабыл алып, әріптесім Арыстанбеков Фараби Бақыт ұлына жолдаймын. Ұлы бабамыз Әбу Насыр Әл-Фараби айтқандай, адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Қаншама уақыт өтсе де, өзінің құндылығын, өзектілігін жоғалтпай келе жатқан бір маңызды мәселе бар. Ол жас ұрпақ тәрбиесі. Алдымдағы шәкірттеріме алдымен үлгілі тәрбие бере отырып, заман талабы мен ағымына сай қалыптасуына ықпал ету. Ұрпақ тәрбиесі ұлт болашағы десек, ұлт болашағын тәрбиелеуде еш қателеспей өз үлесімізді қоса берейік. Әріптесімнің эстафетасын одан әрі жалғаймын. Әлем таныған, адамзаттың бағына туған Әбу Насыр Әл-Фараби бабамызды өз биігінде қадірлеп, барынша құрмет көрсетіп, бүгінгі жас ұрпаққа мол қырынан таныту біздің міндетіміз. Бабамыз Әбу Насыр Әл-Фараби жас күннен ғылым жүгін арқалады. 70-ге жуық тілді меңгерген деп, бұл күні жас ұрпақ таң қалады. Бабамыз бір кітапты сан қайталап, білімге құмар болған бар талабы. Шын бақыт, жалған бақыт дегені деп, пәлсапаның ұғымын сан қарады.
арманын бала күннен асқа қалған, мақсатын жас күннен басқара алған, озық ойдың иесі болған үшін патша шапан жауыпты астанадан. Алайда бабамыз одан гөрі үстінен қазақ киімін тастамаған. Патша әділетті болсын деп ең бірінші сарайда сөз бастаудан жасқанбаған. Мейірімді болсақ деп сонда сенген, орнайды деп ізгілік асқан қоғам. Бақыт деген шексіз мейірбандық деп адамзатқа жетер деп жоспарлаған. Осы жолда сан ұстазбен тілдесіпті, бір мақсатта бар білім бірлесіпті. Өмірдің бар саласын жетік біліп, Фарабидей болмаған білмес мықты. Ұлы ұстаз болса да мен деп айтпай, бабамыз қарапайым күн кешіпті.